Не болды анашым? Жоқ, ештеңе. Шайыңды іше ғой. Нұрасыл, Кәусар, не болды? Телефонға кіріп кеткенсіңдер ме? Шайларыңды ішіңдер. Әкем кеше келген жоқ па? Келген жоқ. Жүрген шығар сол. О, әкем келді! Үйге қонбай қайда жүрсің? Бірінші жағдайың қалай деп сұрасаң, тілің түсіп қалған ба сенің? Көріп тұрмын жағдайыңды. Үйге неге келмедің? Телефонға жауап бермейсің. Қашан осылай жасайсың? Алыңдар. Бұл ақшаны қайдан алдың? Сенің сөзің көп екен. Керек емес болса айтшы. Жоқ, керек. Жай қайдан алдың деп сұрадым. Кел, шай ішесің бе? Жоқ, ішпеймін. Мен ұйықтаймын, мені оятпаңдар. Қыздар, жігіттер, телефонға кіріп кетіпсіңдер ғой. Күндегідей баскетбол ойнаймыз ба? Сол баскетбол ойнауға шыққанбыз, бірақ топ жарылып қалды. Жарылып қалды, мен шартым деп айтсайшы. Аға Батырхан допты қатты теуіп жіберді, сосын ол жарылып қалды. Мен кінәм емес, өзі жарылайын деп тұрған доп еді. Сен жардың ғой, мойындасай? Мен емес ей. Болды, қойыңдар, ұят болады. Ештеңе етпейді. Жарылған доп жарылды. Оған ешкімді кінәлаудың қажеті жоқ. Көрдіңдер ме? Бірақ Батырхан, сенікі де дұрыс емес. Негізі баскетбол добын тебуге болмайды. Бұл қолмен ойнауға арналған. Жарайды, кешіріңіз, келесіде теппеймін. Бүгін онда баскетбол болмаса, басқа ойын ойнайық. Так. Сендерге біздің бала кезімізде ойнайтын қызық ойын үйретейін ба? Я, қандай ойын қызық болып тұр? Сендер ақша орынға не сатып аласыңдар? Мен өзіме балмұздақ сатып аламын, сосын чупа-чуп қалған ақшаны анашымға беремін. Анам айтты емес па, чупа-чуп жемеңдер, тістерің ауырады. Жарайды. Нұрасылға сен не сатып аласың? Ой, не қыласың? Жай қызық болып тұр. Мен өз ақшама ойыншық ұтып алатын ойын ойнаймын. Ойыншық ұтып алатын ол қандай ойын? Біз ойнап көрейікші. Жүріңдер, бәріміз бір реттен ойнап көрейік. Мынау кірпіш. Бұрын бала кезімізде көшеден не тауып алсақ, соны ойынға айналдырып ойнай берушек. Мысалы, мынау кірпіш құлату ойыны. Кірпіш құлату, сонда оны немен құлатамыз? Міне, мынандай таспен. Бұрын әр баланың өзінің сүйікті тасы болатын. Тіпті оны жоғалтып алмас үшін үйге әкетіп, оны жастықтың астына қойып ұйықтаушы. Қазір телефон салып ұйықтаймыз ғой. Иә, ол кезде телефон жоқ. Телевизордың өзін әр кезде бір көреміз. Ойбай, аға іштен пісіп кетпейтін бе еді? Жоқ, керісінше, әр күніміз қызықты өтетін. Так, мен сендерге ойын шартын түсіндірейін. Міне, мына кірпіш осылай дәл ортада тұрады. Сосын тастарды кезектесіп, кірпішті қарсы бағытына лақтырамыз. Кімнің тасы алысқа түссе, сол кірпішті құлатуды бірінші бастайды. Солай алыстан жақынға қарай лақтыра береміз. Кім кірпішті құлатады, соған бір ұпай. Бұл ойын ептілік пен дәлдікті талап ететін ойын. Қызық сияқты, мен ойнағым келіп тұр. Ойнайық ендеше. Міне, мынау саған, мынау саған, мынау саған. Мә саған, осы ойыншықтарды үнемі көретін, бұны ұтып алсам бола ма? Иә, қазір көресің. Бірақ ойнау үшін ақша салу керек. Сәл қалып еді. Аға, мен де ойнап көрейінші? Мен де ойнап көрейін. Болды, кезектесіп ойнаймыз.
Мынау қиын екен, е? Түк қиындығы жоқ, қолы үйренбей жатыр. Мен қалай да болмасын ұтамын. Ой, тимей қалды ғой, сәл қалып еді. Ештеңе етпейді. Келесіде тигізесің. Ой, бұл тимей қалды ғой, е? Ал. Айдана. Туй, тема деп ойлап едім. Сендерге әлі біраз жаттығу керек сияқты. Қараңдар, кірпішті қалай құлату керектігін. Ағай болмайды ғой, сіз кірпішке жақын тұрсыз ғой. Я. Мен сендерге ойын барысында ескерттім ғой. Тасты кім алысқа лақтырады, сол бастайды. Ал кірпішке ең жақын тас соңғы лақтырады деп. Сондықтан да ережеге сәйкес. Менде бір ұпай. Болды аға, қазір ақшаның барлығы осыған кетеді. Сен бұдан бәрібір жеңе алмайтын сияқтысың. Жоқ, жеңемін, қазір көресіңдер. Басқа ақша жоқ па? Жоқ. Барлық ақшаны ойынға құрттық емес пе? Мен балмыздар алмадым. Сосын аламыз. Жүріңдер, қайтамыз. О! Yes! Ура, мен тигіздім, мен ұттым. Ой, жарайсың, Батырхан, нағыз мерген екенсің. Айданада 7 ұпай, менде 10 ұпай, ал Бақытжан ағайда 15 ұпай, Батырханда 16 ұпай. Я, Батырхан жеңді. Өте қызық ойын екен, уақыттың қалай өтіп жатқанын білмей қалдым ғой. Я, маған да ұнады, ертең тағы да ойнайық ағай. Иә, телефоннан бас алмай отырғанша, осындай физикалық қимыл қозғалысқа арналған ойындарды көп ойнасақ, ширақ болып өсеміз, е? Я. Рахмет ағай, сіз біздің ауланың балаларына үнемі қамқор болып жүресіз. Әкем тағы кетіп қалды ма? Иә, жұмыстармен кетті. Ал өздерің не істедіңдер? Мені? Әкелерің берген ақшаны айтам. Ештеңе? Ештеңе емес, көп нәрсе сатып алдық. Сосын оны ауладағы балалармен бөлісіп едік. Жо, біз... Сен мұна булочка өте дәмді екен, жеп көрші. Ауладағы балалармен бөлісіп жесеңдер, жақсы болыпты. Бір тойып қалған шығар, иә, мәз болып. Иә, қуанып рахметін айтты ғой. Не дейсің? Түсінбедім. Мына булочка дәмді екен, тағы жеймін дейді. Болды енді, Кәусар, тыға берме енді. Түйіліп қалады. Алло. Жадыра, ұйықтап жатсың ба? Енді түн ортасында ұйықтамағанда не істеймін? Сен былай қылшы. Таңертең мен саған берген ақшаны маған таксині салып жүрші. Сен қуасың ба? Оны не істейсің? Өзің бердің ғой маған. Керек болып тұр. Ертең екеше қылып тағы қайтарым. Мен оның біразын жұмсап қойдым ғой. Бопты, қалғанын салып жүрші тезірек. Жарайды, қазір. Ей, мектеп формаң қаяқта, сабаққа бармайсың ба? Ой, бүгін мектепке бармай. Кешенеге ойнауға келмедіңдер. Бақытжан ағай күшті ойын үйретті ғой. Қандай ойын ол? Таспен кірпіш атып құлатасың. Ойбай, қандай ойын ол? Тас ғасырынан келген ойын ба? Таспен ойнайды. Жоға, маған ұнады, бүгін тағы да ойнаймыз. Батко, сенде ақша бар ма? Я, әкем мектепте жұмсайсың деп берген ақша бар, не қылды? Бүгін мектепте ештеңе жемей қойсай? Не үшін? Ойыншық алатын аппаратты ойнайық. Жарайды, бір күн еш нәрсе жемесем болатын шығар. Жақсы ендеше, бүгін мектептен келген соң көрсеміз. Жақсы онда. Сөйтіп бүткіл ақшамызды сол аппаратқа салып тауыстық.
Уже соны кеше ғана анашым айтып еді. Ол өтірік аппарат екен. Балаларды ақымақ қылып ақшасын тауышы үшін ойлап табылыпты. Ойнаушы болмаңдар деп еді. Білмеймін ғой, Нұрасыл ағам ғой, ойын құмар болып ойнай берді. Сөйтіп ақшасы да таусылды. Дұрыс емес, оны ойнауға болмайды. Я, енді ойнамаймыз. Айтпақшы, сен үй тапсырмасын орындадың ба? Ойбой, есімнен шығып кетіпті ғой, сенен көшіре салсам бола ма, өтінем? Олай өтірік есімнен шығыпты демей орындамадым. Сенен бірден көшіре салайыншы деп айта салмайсың ба? Қош. Бақытжан ағай өте қамқор, мейірімді, кеше бізбен қызықты ойын ойнады. Я, ал менің әкем үнемі үйде болмайды, үйге келсе де бізбен ойнамайды, сөйлеспейді. Не үшін сондай, не істейді? Білмеймін, үнемі телефонмен футбол көріп өзіме өзі жүреді. Кешке түнде үйде болмайды. Сенің әкең бар күшті ғой деп жүрсем, менімен бірде екенсің ғой. Түй, тағы жеңілдім. Қане мен ойнап көрейінші. Той, негізінде мынаны ұта аламын, әлі қолым үйренбей тұр. Ақша бар ма тағы ойнайық? Жоға, ертең әкемнен көбірек ақша сұрармын. Жайдың жекеттік. Кеше өзің ойбай екі еселеп қайтарып алып келем деп едің ғой. Енді қайда ақшаларың? Көше бастығадырмын. Кейде ұтасың, кейде ұтыласың. Махамбет, адам құсап жұмыс істесеңші. Құмар ойынды қашан қоясың? Балалар өсіп келе жатыр, ұялсаңшы. Қандай құмар ойын? Бұл жай ғана хобби. Миымды ашып жібердің ғой. Хобби? Мен бұлай алдамай-ақ қой. 15 жыл болды ғой хобби деп ақшаның бәрін құртып жүргеніңе. 15 жылда бірінші рет кеше ақша келіп едің, оның өзін құмар ойыныңа салып құрттың. Не дейсің маған? Кеше сәл қол жүрмей қал. Өйтпесең миллионер болайын деп тұр едім. Миллионер? Көке, ойыныңды тоқтатпасаң бәрі басқаша болады. Мен бұдан артық шыдай алмаймын. 15 жыл болды, жеке үйіміз жоқ, квартирадамыз. Не жарқырап киінбейміз, туған күн той дегенге барудан қалдық. Ақшаның бәрі балалардың оқуы мен сабағынан артылмайды ғой, өзің білесің. Сен осының бәрін ойламайсың ба? Басталды. Кеттім мен. Басталған жоқ. Бітіп жатыр. Мен айта-айта шаршадым. Әке, қайда бара жатырсыз? Жұмысқа ма? Иә, қызым, жұмысқа бара жатырмын. Әке, маған балмызға сатып алу үшін ақша беріңізші. Кеше ақша берген едім сендерге, қызым. Ол ақшаны Нұр ағам ойыншық аппарат ойнайын деп құртып тастады. Миғұла. Құмар ойын ойнап жүр десе ол. Шешелерің не қарап жүр ол? Оны анам білмейді. Бізге Нұр аға ешкімге айтпаңдар деді. Жарайды, кешке онымен келгеннен кейін жақсылап сөйлесем. Сендер үйге кіріп сабақтарыңды оқыңдар. Жарайды. Әке, сіз жақсыз ғой, О не дегенің, қызым? Жаңа айдана менің әкем жоқ, сенің де әкең үнемі үйде болмаса, сендермен ойнамаса, сен де мен сияқты жетім екенсің ғой дейді. Сіз кешке келген соң бізбен ойнайсыз ба? Иә, қызым. Кешке келген кезде міндетті түрде ойнаймыз. Не істейміз, тик-ток түсіреміз ба? Жоқ, кешегі ойынға дайындалайық. Бүгін Батырханды ұтып кетуіміз керек.
Ей, тәселер, мені қалай айтпақсыңдар, мен осы ауылдың ең мықты мергені Батырханмын ғой. Көп мақтанып қойдың ау. Соны айтам, қазір ойында көреміз қандай мықты екеніңді. Қалайсыңдар? Қалайсыңдар? Біз ойнасақ болады ма? Иә, әрине, бәріміз ойнасақ қызық болады. Он 15 жыл болды, жеке үйіміз жоқ, квартирадамыз. Не жарқырап киінбейміз, туған күн той дегенге барудан қалдық. Ақшаның бәрі балалардың оқуы мен сабағынан артылмайды ғой, өзің білесің. Сен осының бәрін ойламайсың ба? О не дегені қызым? Жаңа Айдана, менің әкем жоқ, сенің де әкең үнемі үйде болмаса, сендермен ойнамаса, сен де мен сияқты жетім екенсің ғой дейді. Сіз кешке келген соң бізбен ойнайсыз ба? Мен не істеп жүрмін өзі? Мен үшін өмірдің байлығы отбасым емес пе? Аяулы әйеліме үйленетін кезде өмірлік аманатым деп алдым. Қазір неге аманатқа қиянат жасап жүрмін? Бала-шағам маған сеніп, мені тірегіміз, әкеміз деп арқа сүйеп жүр. Мен болсам, өз басымды өзім көтере алмай не істеп жүрмін? Одан да денім сау, жұмыссыз деп, сол жұмысқа орналасып, отбасыма көңіл бөлейін. Я Алла, осы уақытқа дейін қателесіп жүргенмін. Мені кешірші. Ура, мен тигіздім, мен ұттым. Сен арам лақтырдың, аяғын жылжып кетті. Аяғым жылжыған жоқ, осы ауладағы ең мерген менмін. Ешқандай да толық ойын бойы арам ойнадың. Өзің ұтылғаныңа ренжіп тұрсың ғой. Ренжіп тұрған жоқпын. Кел ендеше тағы да ойнайық. Мен құрдан құр ойнағым келіп тұрған жоқ. Сонда қалай ойнайсың? Ақша тігіп ойнайық, сонда қызық болады. Ақша? Иә, ертең бәріміз 2000 теңгеден алып шығайық. Сосын 5 реттен ойнаймыз. Кім ең көп ұпай жинайды, сол барлық ақшаны алады. Жарайды, онда келістік. Ақшаға ойнауға болмайды ғой. Ақшаға ойнау құмар ойын ғой, ол дұрыс болмайды. Болады, есесіне қызық болады. Оны ертеңге қалдырып не қыламыз, бүгін ойнайық. Келістік. Так, сағат 5-те осы жерде жолығамыз. Аға, біз ақша жоққа қайдан аласың? Менің анашым туған күніне гүл алам деп жинап жүрген ақшам бар. Соны жұмсаймын. Есесіне бәріңізді балам. Ұтылып қалсаңшы? Ұтылмаймын. Аға, ол ақшаға одан да маған балмұздақ әперіңші. Қайдағы балмұздақ? Қуасың ба? Айтпақшы, әкем кешке сенімен сөйлесем деді. Не үшін? Ол сен аппаратқа ақша салып ойнап жүргеніңді біліп қойды. Неге айтасыңдар? Мен емес, Асия ғой. Үй, сен де жылау қой, кетіңдерші. Батырхан, ол ақшаға ойнамай-ақ қойыңдаршы. Мен емес, өзі ғой қазір жеңілетін. Өзіміз кеше Бақытжан ағамен қызық ойнап жатқан едік. Нұрасыл келіп бәрін құртты. Ол үнемі солай жасайды. Кеше Асияның да Кәусардың да ақшасын тауысып тастапты, сол аппараттың кесірінен. Не? Ол кеше менің ақшамен ойнады ғой. Ол сол ойынға тәуелді болып қалған сияқты. Енді оған ақша бермесім. Қазір енді ақшаға ойнайсыңдар ма, кірпіштім? Я, мен осы ауладағы ең мерген, бүгін тағы да атамын. Есеп 2-2. Енді соңғы 5-ші кезең қалды. Кім құлатады, сол жеңіске жетеді. Мен женем. Жоқ, мен жеңем. Не болды Батко? Тегіз амайын деп қорқып тұрсың ба? Батырхан. Махамбет,
Мен бұдан артық шыдай алмайм. Балалар, ойын ойнаған жақсы. Ойын сендерді бір-біріңе жақындатады. Ойландырады. Жеңіске деген сенім береді. Және физикалық тұрғыда да мықты қылады. Бірақ бірдеңені есте сақтаңдар. Ойыннан рахат алу үшін ойнау керек. Ал енді ортаға ақша тігіп ойнасаңдар, ол ойын емес, ол құмарлық. Ал құмарлық ол бәленің басы. Ал оны неше жаман ағай? Ақша тігіп ойнасаң, жеңсең ол жақсы емес пе? Жоқ, Нұразым. Бүгін 5 теңге тігесің. Ертең 500 теңге. Арғы күні 5000 теңге тігесің. Сосын сен өзіңді де жақындарыңды да жоғалтасың. Құмарлық ол адамды тастай батыратын батпақ. Бір кірген адам қайта шығуы өте қиын. Өміріңді құрдымға кетіргің келмесе, құмарлыққа жоламаңдар. Ойынды көңіл көтеру үшін ойнаңдар. Білімге, спортқа, өнерге көңіл бөліп жарыссаңдар, міне сол шынайы жеңіс. Нағыз батыр ол ойынға емес, өз нәпсісіне жеңілмеген адам. Анашым, қайда барымыз? Әке, кешке келем ойнаймыз деп еді. Ол келмейді. Бұл үйден кетеміз. Енді әкелеріңді ұмыта берсеңдер болады. Айттым ғой әке келеді деп. Мені кешіріңдер. Мен жақсы әке, жақсы күйеу бола алмадым. Мен бүгіннен бастап бәрін қойдым. Мен өзгерем. Маған тағы бір мүмкіндік беріңдерші. Мен сендердің бәріңді жақсы көрем.